Сәлем тапқыр достар, білім көз арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге көптеген қызықты сұрақтар дайындадым. Сұрақтар саны 25, табуға 7 секунд беріледі. Қанша сұрақ таба алады екенсіз? Бірге көрейік. Ендеше кеттік. Әлемдегі ең үлкен құс. Страус. Африкалық страустың бойы 2,5 метрден асады, салмағы 80-90 килограмм. Біз қай галактикадамыз? Құс жолы. Біз құс жолы галактикасында мына жерде орналасқанбыз. Біздің көлеміміз өте кішкентай. Ең суық планета. Уран. Уран температурасы минус 224 градусқа дейін жетеді. Газ гигантында 9 км сағатқа дейін жел соғады. Жерде қанша мұхит бар? Жауабы 4. Жер шарында 4 мұхит бар. Тынық, Атлант, Үнді және солтүстік мұзды. Жарқанаттар түнде өмір сүруге көмектесетін қасиет қандай? Жақсы естуі. Өйткені жарғанаттар адам құлағы танымайтын ультра дыбысты шығарады. Дыбыс айналадағы заттармен шағылысып, жарғанаттың құлағымен қабылданады. Бұл оларға қарапайым жолмен жүруге көмектеседі. Әлемдегі ең ұзын жылан. Торлы питон. Кейбір деректер бойынша оның ұзындығы 10 метрден асып түсіп, ал массасы 150 тіпті 200-270 келіге дейін жетеді. Әлемдегі ең кішкентай ел. Ватикан. Ватиканның ауданы 0,144 шаршы шақырым. Елдегі халық саны 2019 жылы 825 адам болған. Әлемдегі ең қауіпті ел. Ауғанстан. Әлемдегі ең кедей елдердің бірі. 1978 жылдан бастап елде азамат соғысы жүріп жатыр. ақш-та барлығы неше президент сайланды? 46. ақш президентінің сайлау 1789 жылдан бастап жүргізілді. Футбол ең бірінші қай елден шыққан? Жауабы Англия. Футболды ең бірінші 12 ғасырда Англияда ойлап тапты. Дененің ең үлкен мүшесі қандай? Тері. Тері біздің ең үлкен және ең ауыр мүшеміз. Оның ауданы шамамен 2 шаршы метрді құрайды. Жер бетіндегі ең үлкен құрлық. Евразия. Еуразия жер шарындағы 6 материктің ең үлкені. Ауданы 53 миллион шаршы километр. Бұл жер көлемінің 36%-ын құрайды. Ең көп қолданылатын сусын. Шай. Шайға деген сұраныс Қытайда біздің дәуірімізге дейінгі 400-600 жылдар өсті. Балмұздақты қай елде ойлап тапқан? Жауабы Қытай.
Балмұздақтың тарихы біздің заманымыздан бұрын 3000 жыл бұрын Қытайда басталған. Кемпір қосақта қанша түс? Жауабы 7. Кемпір қосақ сөзі кембір қосақ сөз тіркесінен шыққан, 7 түсті доғадан құралған. Генофобия деген не? Иттен қорқу. Генофобия тыныс алудың қиындауы немесе бас айналу сияқты бірқатар белгілерді тудыруы мүмкін. Өрмекшіде неше аяқ? Жауабы 8. Барлық өрмекшілердің 8 аяғы бар. 6 аяқ болса бұл жәндік, егер 8-ден көп болса, онда бұл 40 аяқ. Адам денесінде неше қабырға? Жауабы 24. Адамдарда 12 жұп қабырға бар, яғни жалпы 24 қабырғаның 10 қабырғасы төс сүйегіне бекітіледі. Жер бетіндегі ең кішкентай құрлық. Австралия. Австралия жер бетіндегі ең кішкентай материк. Оның ауданы 7 миллион шаршы километр. Бұл құрлықтың шамамен 5%-ын құрайды. Италия халқының ұлттық тағамы. Пицца. 1522 жылы Еуропаға қызанақ импортына байланысты итальяндық пицца алғаш рет Неапольда пайда болды. Японияның дәстүрлі сусыны. Жауабы саке. Саке Японияның ең көп ішетін ішімдігі болып табылады. Әлемдегі ең ұзын өзен. Жауабы Ніл. Ніл өзені Африкада орналасқан, ұзындығы 6852 километрге дейін жетеді. Әлемдегі ең үлкен арал. Гренландия. Гренландия аралының ерекшелігі ол толықтай дерлік мұз астында, сондықтан да оның қазба байлықтары әлі толық зерттелмеген. Әлемдегі ең кішкентай құс. Колибри. Ең кішкентай колибридің ұзындығы 5 сантиметр, ал салмағы 1,5 грамм. Жапония мен Қытайдың қорқатын саны. Жауабы 4. Бұл елде 4 саның өлімге теңейді, және де бүкіл жерде 4 саның ауыстырып отырады. Достар, осымен видео аяқталды. Видеомыз ұнаса, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сұрақтар қиын болды ма, оңай болды ма? Комментарияға пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар.